Нөмір 4-ші Балжан Бөлтірков атындағы мектеп-лицейдің оқу-тәрбие жұмыстарын жүйелеу, білім саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, Назарбаев зияткерлік мектептері тәжірибесін енгізу, насихаттау және тарату, мектеп-лицейдің басым бағыттарын нақтылау, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру арқылы ұжым жұмысының сапасын арттыру мақсатында мектептің көшбасшы мұғалімдерімен бірлесіп келесі инновациялық жобалар атқарылуда. Ұстаздық шеберхана жобасы, цифрлы мектеп-лицей жобасы, мектеп-лицей сапасы жобасы. Ұстаздық шеберхана жобасының мақсаты заманауи мұғалімнің кәсіби біліктілігін дамыта отырып, мектептің оқушыларының сапалы білім алуын қамтамасыз ететін шебер ұстаз қалыптастыру. Осы мақсатты іске асыратын қазіргі таңда мектебімізде 89 педагог қызмет етуде. 85-і жоғары білімді, 4-еуі арнайы білімді ұстаздар. Оның 53%-і педагог зерттеуші мен педагог сарапшылар. Биылғы оқу жылында 2 педагог шебер ұстаздар қосылды. Мектеп-лицейдің дамуы мен өсіп өркендеуіне үлес қосатын жаңашыл педагогтар мен көшбасшы мұғалімдер. Көшбасшы мұғалімдер серіктес мектептер мен желілік қоғамдастық бойынша жұмыстар жүргізуде. Көшбасшы мұғалімдер серіктес мектептердегі әріптестерімен тәжірибе алмастырып, зерттеулердің нәтижесінен ой бөлісіп отырады. Атап айтатын болсақ, нөмір 47-ші орта мектеппен Саттыбаева Гүлназир Газинина, 35-ші мектеппен Карибаева Айша Асылханина, 36-ші мектеппен Раздықова Майя Медалиевна, 34-ші мектеппен Сатубалдиева Бутугүз Абаевна, 23-ші мектеппен Шотанбаева Айгүл Тоқтаровна, 24-ші мектеппен Иманкулова Майрам Шакенина, 7-ші мектеппен Шапрева Ольга Анатольевна көшбасшылық етеді. Қазіргі еліміздің білім бағдарламасындағы жасалынып жатқан реформалар сапалы, бәсекеге қабілетті, заман ағысына ілесе алатын білімді жастарды қалыптастыру. Осы жолда біздің ұстаздарымыздың атқаратын істерінің көп екендігі анық. Ұлттың жоғын ұйықтап жүріп емес, ояу жүріп іздеу керек деп, ұлт көшбасшысы Әлихан Бөкейханов айтқандай, сол ұлттың мықты болып қалыптасуына көкірегі ояу, білім ғылым жолында талмай еңбек етуге жетелейтін қазіргі ұстаздардың арқасында болмақ. Сондықтан да алдымызда отырған әрбір шәкірттің білімі мінезіне жіті мән беріп, оларға қолдау көрсету арқылы жетелеп, көз ілестірмес жылдамдықпен дамып келе жатқан заман ағымына қоса білуіміз керек. Осы мақсатта тәжірибе саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған іс-әрекеттегі зерттеу мен lesson study зерттеу сабақтары жүргізілді. Lesson study тәсілі тиімді, себебі ол мұғалімдерге әдеттегіге қарағанда балалардың білім алғандығының анағұрлым анық, әртүрлі қырларынан және егжей-тегжейлі дәлелін көруге мүмкіндік туғызады. Мысалы, Айдынбекова Динара Тұраровна, Шапрева Ольга Анатольевна, Иманкулова Майрам Шакенина, Карибаева Айша Асылханина, Сатубалдиева Бутугүз Абаевна, Шотанбаева Айгүл Тоқтаровна, Раздықова Майя Медалиевна жүргізген іс-әрекеттегі зерттеулері мен lesson study зерттеулері мектептегі және сыныптағы проблемаларды шешу жолына арналған. Бұл жұмыс мұғалімнің де, мектептің де әлеуетін дамыту мақсатында мұғалімдердің ортақ білім базасын құруына септігін тигізді. Іс-әрекеттегі зерттеу мен lesson study мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтерудің, білімін жетілдірудің, тәжірибе алмасудың оңтайлы әдіс екеніне көз жеткізді. Оған қазіргі мұғалімдеріміздің өткізіп жүрген сабақтары дәлел бола алады. Lesson study оқушыға саналы білім беруді көздеген бір мақсатқа жұмылған ұстаздар шеберханасы деп айтсақ, артық айтпаған болар едік. Мұғалімнің шығармашылықпен айналысуы оның негізгі құзырлықтарының бірі болып табылады. Қазіргі кезде әртүрлі әлеуметтік әрекеттерді жаңашылдықпен орындау, күнделікті өмірде тапқырлық пен қалыптан тыс ойлау, дұрыс шешім қабылдау шығармашыл мұғалімге тән қасиет. Нәтижені болжай отырып, жақсы тәжірибені мектептің тәжірибесіне енгізіп, аудан, облыс, республика көлемінде өз тәжірибесімен бөлісіп отырған шығармашыл ұстаздар да баршылық. Абдирзақ Гүлзира Ғабитқызы облыстық үздік авторлық бағдарлама байқауының жеңімпазы. 2019-20 оқу жылы ата кәсіп ұлттың құндылығы тақырыбында авторлық бағдарламасын қорғап, қазіргі таңда аудан мектептерінде әріптестері қолдануда. Иманкулова Майрам Шакенина облыстық үздік авторлық бағдарлама байқауының жеңімпазы, үздік авторлық бағдарлама республикалық конкурсының жүлдегері. Авторлық бағдарлама тақырыбы
по страницам английской и американской литературы және бір оқушысының зерттеу жұмысы облыстық ғылыми жобадан жүлделі орын алып, алғыс хатпен марапатталды және республикаға жолдама алды. Бастауыш сынып мұғалімі Нұрғалиева Сайра Мұттанқызы аудан көлемінде іс тәжірибесі таратылып, облыстық үздік авторлық бағдарлама байқауының жеңімпазы атанды және республикалық педагогикалық идеялар фестивалінен бірінші орын алды. Жаңару пән кафедралары бөлімі бойынша әдістемелік қызметтің құрылымына ғылыми әдістемелік кеңес және 5 пән кафедрасы кіреді. Бастауыш сынып пән кафедрасының жетекшісі Жарболова Майра Жақсылыққызы, қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасының жетекшісі Тоқбаева Айнұр Кененна, лингвистикалық пәндер кафедрасының жетекшісі Жүнішбаева Гүлмира Омарханна, жаратылыстану пәндер кафедрасының жетекшісі Бедикова Клара Бастарбековна, эстетикалық пәндер кафедрасының жетекшісі Шонотаева Нұрипа Тұрғынбаевна. Педагогтар мектептің әдістемелік тақырыбына сәйкес жұмыс жасайды және өз қызметінде ең алдымен әрбір жеке мұғалімге әдістемелік көмекті ұйымдастырады. Пән кафедраларының қызметінің тиімділігі жұмыстың сапасымен және өткен жылғы қызмет талдауымен анықталады. 2019-20 оқу жылына қойылған мақсатты орындауда негізгі міндеттері бойынша пәндердің оқытылу сапасы мен мемлекеттік стандарттың орындалуы зерделенді. Нәтижесінде пән кафедраларының барлығы жоғары деңгейде жұмыс атқарады. Пән кафедраларында іс-әрекеттегі зерттеу мен лесный стадия зерттеу жұмыстары пән айлығы барысында педагогикалық оқуларды ұйымдастыру, педагог зерттеуші біліктілік санатындағы пән мұғалімдерінің шығармашылық есеп беру, педагогикалық зерттеу жұмыстарымен бөлісу, пәндік үйірмелердің шығармашылық бағыттағы жұмыстары мен пәндік көрмелер, дарынды балаларға арналған марафон мен интеллектуалдық ойындар, оқушылардың шағын зерттеу, шығармашылық жобаларды қорғау жұмыстары жүргізілуде. Атқарылып жатқан іс-шаралар мектеп сайтына, Instagram желісіне және Facebook'қа, YouTube'қа салынуда. Атқарылған жұмыстарын аудан, облыс көлеміне таратып, семинар практикумдарға, онлайн конференцияларға, вебинарларға белсене қатысып жүрген мұғалімдерді атап өтетін болсақ, Керімбаева Ләззат Амангелдіқызы, Битикова Клара Бастарбековна, Бірғожаева Мақпал Ғалымжанқызы, Сулейманова Гүлмира Егоровна, Иманалиева Ақбота Ұзақовна, Мукашева Гүлнар Қорғанбековна, Даутқулова Гүлнар Кенжебековна, Жүнішбаева Гүлмира Омарханна, Шапрева Ольга Анатольевна, Шотанбаева Айгүл Тоқтаровна, Узембаева Сания Имашевна, Раздықова Майя Медалиевна, Сергеева Виктория Васильевна, Керімбекова Әсел Тұмарбековна, Айбешева Мақпат Тәттімбетовна, Шонотаева Нұрипа Тұрғынбаевна, Жарболова Майра Жақсылыққызы, Айдынбекова Динара Тұраровна, Карибаева Айша Асылхановна, Жақсылықова Гүлзат Тоқтағановна, Тоқбаева Айнура Кененовна. Педагогикалық ұжым өскелең ұрпаққа заманауи талапқа сай білім беруде алдыңғы қатарда. Оған мектеп лицей ұстаздарының бүгінгі жетістіктері айғақ. Атаулы мектепте жаратылыстану математикалық цикл пәндерімен көп тілділікті командалық оқу қағидасы мен пилоттық жоба іске асырылуда. Пилоттық жобаны іске асырушы жаңа форматтағы ұстаздар: биология пәнінің мұғалімі Карибаева Айша Асылханна, информатика пәнінің мұғалімі Сулейманова Гүлмира Егоровна. Кез келген сабақ өз мақсатына толық жету үшін оған белгілі бір әдіс тәсілдерді таңдап, саралап, қолдану керектігін тәжірибе көрсетіп отыр. Сол себепті сабақтарда оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай түрлі әдіс тәсілдерді кеңінен қолдану арқылы оқушыларды өз бетімен білім алуға дағдыландыра отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуды көздейді. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін 7 модульді сабақ кіріктіре отырып, жаңаша әдіс тәсілдер пайдаланылып келеді. Жаңашыл ізденімпаз ұстаздың міндеті сынып оқушыларын бұрын білмеген басқа қырларынан таныту, ортақ белгісін табуға мүмкіндік туғызатын ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру. Жаңартылған білім беру мазмұнына сай мектеп лицей ұстаздары сабақ беру барысында белсенді жаңа әдіс тәсілдерді қолдануда. Оқушыларды түрлі олимпиадаларға, байқауларға, зерттеу жұмыстарына қатыстырудың мақсаты дарынды балаларды анықтау және дамыту, оқушылардың ғылыми білімге қызығушылығын арттыру болып табылады. Оқушыларымыздың жетістігі бізге мақтаныш. Жыл сайын пәндік олимпиадаға қатысқан оқушылардың 80-90% жүлделі орындарға ие болып келеді.
аудан, облыс, республика көлемінде жүлделі орын алуға дайындап жүрген ұстаздар Уразнымбетова Долтырхан Кенжебаевна, Жуншбаева Гүлмира Омархановна, Полатова Алия Орынбековна, Шапрева Ольга Анатольевна, Кондратьева Наталья Юрьевна, Керімбаева Ләззат Амангелдиевна, Шотанбаева Айгүл Тоқтаровна. Сонымен қатар біздің шәкірттеріміз ұстаздарының берген жүйелі білімдерін Айқанат, Білген Аламан, Білген Бәйге, Ақбота республикалық марафондарында, Русский медвежонок, Бридж бульдог, Биг Бен, Кенгуру лингвист және Кенгуру математика, Кио қашықтық олимпиадаларына қатысып жетістіктерімен дәлелдеуде. Жас маман мектебіне тоқталатын болсақ, мектепке келген жас мамандарымызға мұғалімдеріміз тарапынан педагогикалық та, психологиялық, әдістемелік қолдау көрсету ұжым ішіндегі тәжірибелі ұстаздарға жүктелген аса жауапты міндет. Мектептің жас мамандармен арнайы жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі жұмыс жасай отырып, қиындықтардың алдын алып отырамыз. Ал инновациялық жобалардың ішіндегі цифрлы мектеп-лицей жобасы бойынша мектеп-лицей интернет, Wi-Fi нүктелерімен қамтамасыз етілген. Автоматтандырылған күнделік және білім-ленд ақпараттық жүйелері, ұлттық білім беру базасы белсенді қолданылады. Дарын онлайн, Zoom платформасы, WhatsApp желісі мен Telegram желісінде жұмыс істелінеді. Мектеп-лицейдегі қашықтан оқыту кезіндегі барлық іс-шаралар жұмыстың әртүрлі жүргізілу барысы жан-жақты қарастырылған. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті деп Аристотель айтқандай, мектеп-лицей сапасы жобасының білім беру үдерісін жақсартуға бағытталған табыс көрсеткіштері. Соңғы 3 жылдағы білім сапасының өсу динамикасы төмендегідей: 2018-19 оқу жылында 52,4% болса, 19-20 оқу жылында 59,8%, ал 2020-21 оқу жылында бірінші жартыжылдықта білім сапасы 65%-ды құрайды. Алтын белгі және үздік аттестат алған түлектердің санына тоқталар болсам, 17-18 жылы бір оқушы алтын белгі, бір оқушы үздік аттестат, 18-19 оқу жылы 3 оқушы алтын белгі, 2 оқушы үздік аттестат, 2019-20 оқу жылы 1 оқушы алтын белгі, 3 оқушы үздік аттестат алды. Биылғы 20-21 оқу жылында 6 оқушымыз алтын белгіге, 2 оқушымыз үздік аттестатқа үміткер. Білімге атақ, билік, байлық үшін емес, қоғамға пайдалы болу мақсатында ұмтылу керек. Осы қағидатты ұстанып, балаға білім беру ісіне елеулі үлес қосып, мектеп-лицейіміздің инновациялық режимдегі мектеп деп аталатын табыс көрсеткішімен мақтанамыз.